168 жалпы орта білім беретін мектептің 8 А сынып оқушысы Үмбет Несібел Талғатқызы. Менің бүгінгі ғылыми жобам тақырыбы шоколадтың пайдасы мен зияны. Қазіргі таңда тәтті тағамдардың соның ішінде шоколадтың балалар мен жасөспірімдер арасында кеңінен тарауы денсаулық мәселесін туындатып отыр. Шоколад адам ағзасына қуат беретін әрі көңіл-күй көтеретін өнім болғанымен, оның құрамындағы кей заттардың көп мөлшерде болуы денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Сонымен қатар шоколадтың құрамында антиоксиданттар, темір, магний сияқты басқа да пайдалы микроэлементтер бар. Сондықтан да шоколад туралы тақырыпты зерттеу өте өзекті болып табылады. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Мақсаты шоколадтың адам ағзасына пайдалы ма, зиянды ма екенін анықтау және оның денсаулыққа әсерін жан-жақты зерттеу. Міндеттері: ғылыми және танымдық әдебиеттер зерттеу және талдау, шоколадтың құрамы мен түрлерін, қасиеттерін анықтау, шоколадтың адам ағзасына оң және теріс әсерлерін зерттеу, оқушылар арасында сауалнама жүргізіп, шоколадты тұтыну әдеттері мен көзқарастарын анықтау, үй жағдайында шоколад жасау тәжірибесін өткізу арқылы оның сапасын бағалау. Шоколадтың тарихы мен түрлері. Шоколадтың тарихы мыңдаған жылдарға созылады. Ол орталық және оңтүстік Америка халықтарында қолданыла бастады. Шоколадтың қазіргі таңда негізгі 3 түрі бар: қара, яғни горки, сүтті және аққара шоколадтың құрамында какао майы мен какао ұнтағы көп қосылады, ал сүтті шоколадта сүт пен какао майы, ал ақ шоколадта какао майы қосылады. Шоколадтың негізгі құрамдас бөліктеріне какао майы, какао ұнтағы, какао тертегі, сүт және қант, сондай-ақ ароматизаторлар мен қосымша заттар жатады. Қара шоколадтың құрамында какао ұнтағы мөлшері жоғары болғандықтан ол антиоксиданттарға, темір, магний және басқа да пайдалы микроэлементтерге бай болады. Антиоксиданттар ағзадағы бос радикалдарды бейтараптап, жасушалардың зақымдануын алдын алады. Бұл қартаю процесін баяулатады және түрлі аурулардың алдын алады. Зерттеудің әдістемесі: сауалнама өткізу, оқушылар арасында шоколадтың тұтыну әдеттері мен көзқарастары мен білім деңгейін анықтау, тәжірибе, үй жағдайында қарапайым рецепт бойынша шоколад жасап көру арқылы оның сапасын бағалау және дайын өнімнің құрамына ықпал ететін факторларды анықтау. Сауалнама нәтижелері. Сауалнамада мен қатысқан оқушылардың көпшілігі шоколадты жиі тұтынады, бірақ оның зияны мен толық ақпараттар жоқ екені байқалды. Сондай-ақ шоколад тұтыну негізінен көңіл-күйді көтеру немесе тәттіге деген қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында екені анықталды. Мен оларға мынадай сұрақтар қойдым: шоколадты жақсы көресіз бе? Шоколад зиянды ма? Шоколадты қаншалықты жиі қолданасыз? Оқушылардың көпшілігі шоколадты жақсы көреді, бірақ оның пайдасы мен зияны туралы ақпараттары жоқ екені анықталды. Шоколадтың құрамына талдау. Шоколад балалар үшін ең жақсы сыйлық, бірақ көп адамдар оны тіске қауіпті деп ойлайды. Бірақ басқа тәттілерге қарағанда шоколад азырақ қауіпті. Себебі ол тіс эмалінің қорғаныш қабатын бұзуына кедергі келтіреді, яғни қорғаныш қабатын бұзбайды. Шоколадтың құрамындағы антиоксиданттар ол тістің сарғаюының алдын алып, тістің сыртындағы эмалін жақсартады. Нағыз шоколадты қалай тануға болады? Мен ескертпем: қаптамада міндетті түрде ГОСТ белгісі болуы қажет. Оның құрамында какао тертегі, какао ұнтағы, какао майы деген қоспалар болуы қажет. Егер одан басқа көп химиялық қоспалар болса, ол жалған деген шоколадты білдіреді. Ол сындырғанда сырқ етіп, сынып және тегіс бір түстес болуы қажет. Және де ол ауызға салғанда бірден еруі тиіс. Мен тәжірибе жасадым. Үй жағдайында жасалған шоколадтың дәмі, сапасы жақсы болып шықты. Бұл тәжірибе үй жағдайында сапалы шоколад жасауға болатынын дәлелдеді. Құрамы: 5 ас қасық сүт, 50 грамм сары май, 5-6 қасық қант,
5 ас қасық какао, 1 шай қасық ұн. Формалар ретінде силикондық қаптар немесе мұз қатырғыш ыдыстар қолдануға болады. Дайындауы: кастрюльге сүт, какао, қант салып, араластырып отқа қойдым. Қайнаған соң 50 грамм сары май қосып баяу араластырдым. Кейін біртіндеп ұн қосып тағы қайнаттым. Қоспа біркелкі болған соң оттан алып қалыптарға жаңғақ қосып, қоспаны мұздатқышқа 3-4 сағатқа қойдым. Нәтиже: шоколад қатты әрі дәмді болды. Ұсыныстар мен болашақ зерттеулерге бағыт: шоколадты тұтыну мөлшері мен бағалау және сапалы өнімді таңдау, тағамдық сауаттылықты арттыру мақсатында оқушылар мен ата-аналар арналған ақпараттық жұмыстарды анықтау. Мектеп асханаларында пайдалы тәттілердің ұсынылуы. Назарларыңызға рахмет.